Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Дербес интернет дүкені кезекті тапсырыс. Ол тапсырыс енді біраз ұзақ уақыт жүрді. Бір айдан астам уақыт жүрді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, Away деген фирманың құлаққабы, сымсыз наушник. Мен алған кезде бұл наушниктер $14 тұрды. Шамамен қазір шамамен $10 көлемінде тұрады. Мінекей, негізі қорапшасы осындай, бір оформлениясы, мінекей суреттері бәрі сапалы істелінген. Мінекей, тіпті голограммасы бар. Знак качества деген сияқты. Мінекей, мына жер тіпті ашылады екен мынандай. Қорапшасы бұлай болады сонда. Өте әдемі. Мінекей, суреттердің бәрі де сапалы істелінген. Мінекей, мына жерде характеристика жазылған екен. Bluetooth 4.1 протоколын қолдайды. Мінекей, CBC де өздерінің бір Intelligent Noise Reduction, яғни мағынасы ақылды жаңағыдай шумдарды басатын, шуларды басатын өзінің сондай бір қасиеті болу керек. HD аудио дейді. Мінекей, сондай өзінің бір мінекей музыка тыңдау режимінде 4 сағат жұмыс істейді. Ал жаңағыдай телефонмен сөйлесу режимінде 6 сағат жұмыс істейді екен. Ал күту режимінде 200 сағат. Мінекей, комплектісіне келетін болсақ, мінекей Қытай және ағылшын тілінде осындай бір ұзақ инструкциясы бар. Бөлек зарядкаға арналған осындай бір USB шнур. Сапасы бұл негіз өте жақсы сияқты, жұмсақ. Және қосымша мынандай амброшюра дейді. Және құлаққабымыздың өзі, наушнигіміз. Ұзындығы бір жарты метр болатын шығар, былай мойынға орап алып жүргенге, іліп алып жүргенге өте ыңғайлы. Арт жағында магниті бар. Музыка тыңдамай жүрген кезде, мойнымызды іліп тұрған кезде бүйтіп жабыстырып қоямыз, ешқайда жоғалмайды. Сондай ыңғайлы. Корпусы металдан жасалынған, осындай бір әдемі шегелген наушниктер. Мына проводы осындай жіңішке, жалпақ. Мына жерде негізі барлық жаңағы управлениесі, және ішіндегі батырмалары, батареясы бәрі осының ішінде болу керек. Мына жерде зарядтауға арналған ұяшығы бар, қуаттайтын. Мына жерде дауыс реттегіш батырмалары және ауыстыратын батырмасы болу керек. Бұл Bluetooth наушникті мына смартфонға жалғау үшін алдымен смартфонда Bluetooth қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін қосу батырмасын Bluetooth наушниктегі ұзақ уақыт ұстап тұрамыз былай. Қосылған соң да ұстап тұра береміз. Бір уақытта қызыл және көк лампалары кезек-кезек жана бастайды. Сол кезде мына жақта Bluetooth-пен іздейміз. Шықты, Away Music деп басамыз. Өзі сопряжение кетіп жатыр, қосылып жатыр. Қосылды. Подключено дейді. Енді кез келген аудиомызға кіріп тыңдай берсек болады. Естіп тұрған боларсыздар. Жаңа осы наушникті тыңдап көрдік. Негізі сапасы, қазір $10-12 тұратын болу керек шамасы. Енді бұның бағаларын қай жерден сатып алуға болатын, осы видеоның астындағы сілтемеден көре алатын боласыздар. Негізі сапасы туралы айтайын дегенім, сапасы енді алдыңғы мына наушниктен жоғары, жаңағы дауыс шығу сапасы. Бірақ мен өзім бұрыннан тыңдап жүрген мынандай проводной пистон наушниктеріне жетпейді. Жаңағыдай бас жағынан мына жерде барлығы жұмсақ, жаңағы дауыс сапасы да бұл жерде жақсы. Мына жерде дауыс сапасы жақсы, бірақ кішкене бастары тұнық шығады басы, бірақ кішкене әлсіздеу. Ал мына жерде басы кішкене жаңағыдай грязнылау шығады дейді, дұрыс емес шығады. Ал мына жерде бастары бар, сапалы басы бар, бірақ әлсіз. Ал жаңағыдай ортаңғы тондар, жаңағыдай пищалкалары жақсы шығады. Музыка тыңдауға болады. Жүгіргенде болсын, ары бері жүргенде болсын, мойнымызға іліп алып, ары бері жүргенге өте ыңғайлы. Және мынандай
қарапайым наушниктерді тыға алмайтын ұялы телефондарға өте жақсы вариант. Наушниктердің басқа жаңа алдыңғы наушниктердің айырмашылығының бірі, тек қана айырмашылық емес, бұл өте жақсы артықшылық десек болады. Мінекей мына жерде осы Bluetooth наушниктің аккумуляторының деңгейін көрсетеді. Қазіргі сәтте толып тұр. Енді бұл өте ыңғайлы. Мысалға алдын ала бір жаққа шықпас бұрын аккумулятор